Ивановский Евгений. Халықаралық пауэрлифтингте чемпион. Онда келбет болса осы төртеуімен ойнай береміз, ешкім ренжімейді ғой да? Шықпай жүр. Қане, қиқылаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Кеш оламаймыз ба? Айқан шулайда. Жарайсыз әрекеті. Он бір. Агитация тарайыз. Екіншісі Батыс Қазақстан облысына келген Құттұрманов Рүстем. Пауэрлифтинг халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Рүстем. Құрметті көрермендер, мына сарбаздар тұр ғой, солдат, үш солдат беріңіздерші, үш сарбаздар ма? Сарбаз! Үш сарбаз беріңдерші, командир! Жаңа айттым ғой, үш сарбаз. Солдаттар мына жерге бір 30 ойын ойнатылып жатыр, 30 ойын, 30-ға қатыссын. Ағайындар, алдыларыңызда 2 телефон ойнап алады, жарыс кеш батқанша болады. Жарысында тамашаландар кішкентай балалардың арасында 2 сотыны телефон ойнатылады, соған шықсаңыздар. Қыздарды жіберсеңіздер өзіңмен. Әне көтер. Енді үшінші алымыз Түркістан облысынан келген Тастемір Әлішер Мақұлұлы, самбодан спорт шебері. Нұрсұлтан Уақытбеков дайын тұрсын, Шығыс Қазақстан облысынан. Лақап Шериф. Түркістан, қасиетті Түркістан облысынан келген Әлішер Мақұлұлы. Келесі Лақап Шериф Уақытбеков Нұрсұлтан, Шығыс Қазақстан облысынан келген конгресте спорт шебері. Дайын болсаңыз айта беріңіз. Келесі Ұлытау облысынан келген Абдухамид Асқар Серікұлы. Таяқ тартудан Қазақстан Республикасы чемпионы, арқан тартудан Қазақстан Республикасының чемпионы Асқар Серікұлы алдымызда. Ауыр ғой күні. Ауырға жүз келді. Ана ортадан бір көтерді. Қайында болмайды. Ол келмеді. Келесі Ақмола облысынан келген Жамалиев Арман
спорт шебері, экстремнен 2023 жылы чемпион болған қазақ күресінен және пауэрлифтинг спорттың шебері. Келіңіз. Ақмола облысындағылар бар ма? Жерлестеріңіз қолдап отырыңыздар. Жамалиев Арман Еділұлы, лақап аты Аю. Шығасыз ғой? Şu қозғасыңыз. Да, қозғай салғы. Алайын көрсет. Кішігерімді бойына жинап. Ақырын қолда. Осындайда қазақ әруақ деген әруақ қайда? Әруақтар қолдайды. Айтпасов бабамыздың шөбересі, тікелей ұрпағы. Бургапашлы бойдан Қазақстан Республикасы чемпионы. Ал, күш қуат берсін, давай. Ардақты ағайындар, көрдіңіздер ғой, екі телефон ойнатылып жатыр алдыларыңызда. Қазақ әскерінен батырлар шығып жатыр, жас балалар, қыздардың арасында әйел, міне 60 жасқа келген әйел адам көтеріп жатыр серкені. Бір қошемет ұрып қойыңыздар, жайға жіберіп бір. Ай, жарайсың бар екенде. Міне, батырда, мықтыда, анадан туады. Міне, анамыз көтеріп жатыр, 5 баланың анасы екен. Қазір телефон кімге бұйыратын қазір белгілі болады. Әскерлердің арасында, жастардың арасында гір көтеруде жарыс болып жатыр ағайындар, міне. Жарыс өте тартысты болып жатыр. Алдарымызда Шығыс Қазақстан облысынан келген Темірханов Темірлан, лақап аты Тима Бойко. Пауэрлифтингтен әлем чемпионы, рекордсмен Тима Бойко. Кәлем, уақыт бар. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Тима Бойко. 10 жарайсың бәрекелді. Уақыты бар. Тима Бойко, давай. 11. Ұлытау облысынан келген Мұрсатай Мағлан Дәулетиярова. Көкпері қайдасың? 9-шы орында Ұлытау облысынан келген Мұрсатай Мағлан Дәулетиярова. Мұрсатай Мағлан Дәулетиярова. Дзюдодан спорт шебері. Біреу.
екеу, үшеу, 100 килограммды көтеру оңай шаруа емес. Және бұл штанга емес, бүрене. Төртеу. Уақыт бар. Әрі қарай жалғастырсаңыз болады. Бөрі батыр лақабаты. Қиқылаймыз, қайда айқайшы бар да көргенде. 5. Жарайсың, рахмет. Келесі Қостанай облысына келген Мауытан Жаннұр Мархабатұлы, Көкжал. Көкжал лақабаты. Біреу. До конца ходи. Екеу. Үшеу. Көкжал. Келесі Атырау облысынан Құралин Естей Нұрмағамбетұлы. Дана. Лақабаты Дана. Ауылетте көші спорт шебері. Халықаралық дәрежеде спорт шебері. Ардақтарайындар, оң жақта гір көтеру тасынан жан сойнатылып жатыр, сотовый телефон қойылып. Әйел адамдардың арасында да қойылып жатыр, қазір кім чемпион болатынын анықтаймыз. Алдарыңызда Атыраулық Евсей Павлов міне кім беруге ағырында бөлімені қарап айтты. Қазір кім боқтағызген ағайлы қошемет беріп отырыңыздар ағайлар. Ағайлы барма! Ерсейт әзірге чемпион 15 рет көтерді. Қазақ бар екен айтып. Ақмола облысына келген Сұлтанұлы Рустам Арғын. Қайдасың Арғын? Келіңіз. Еркін күрес бойынша спорт шебері. Қазақша күрес спорт шебері. Алдымызда Арғын лақабаты. Сұлтанұлы Рустам. Ақмола облысына келіп тұр. Дайын болсаң, 1, 2, 3, кет. Время есть.
Келесі Новокупнецкіден Алишенко Владислав. Мастер спорта самбо и дзюдо. Владислав. Готов? Раз, два, три. Көтер алмай жатыр, көтер алмай. Көрдіңіздер ме? Оңай емес. Біреу көтереді, біреу көтере алмайды. Сондықтан бұл күшті мықтыны мықты салу керек. Келесі жол алады ағайындарым. Бұған қарсы көреді. Астана қаласынан Ибадуллаев Жанболат, Калимуллаев Ансай лақабы. Қазақша күрес және пауэрлифтинг бойынша спорт шебері. Қола аяқтар сайысының чемпионы Жанболат лақабы Ансай. Келіңіздер. Құрметті ағайындар, Астана қаласының тұрғыны жалғыз өзі келіп тұр. Айқай шоуғайда астаналықтар және тұрғындары Жанболат Калимуллаұлы. Дайын болсаңыз, 1, 2, 3. Оп. Астана. 1, 2, 3. Приготовиться Евгений Сергеевич. Приготовиться Струнова. Комиссар Евгений Сергеевич. Төртеу мен аяқтады. С Костанайской области, город Рудный. Комиссар Евгений Сергеевич. Лақабаты спартанец. Бодибилдинг. Пауэрлифтингтен чемпион. Спорт шебері. Не торопитесь, время есть. Спартанец. Раз, два, три. Давай, спартанец. Или просто 100 килограмм поднимать. Раз. Спартанец, молодец. Два. До конца. 3. 4. 5. Молодец. Еще раз. До 10 поднять. 6. Давай. Время есть. 6. Следующий. Абайоловстан Нурбол Абидуллаұлы. Лақабаты Қабанбай. Қабанбай, қайдасың? Нурбол Абидуллаұлы. Пауэрлифтингте Қазақстан Республикасы және халықаралық спорт шебері. Азия чемпионы. Қабанбай. Келіңіз. Келесі соңғысы Қарағанды облысынан келген Қарашолақ Базар толағай дайындалып тұрсын.
айтыңыз. 1, 2, 3, кет. 1, 2, соңына дейін. 3, 4, 5, соңына дейін. 6, 7, Қабанбай 8, 9, 10. 11, asma. Демалмасаң болады. 12. Тастама. Соңына дейін. Қайдасыңдар айқай, 13. Уақыт бар. Асма, 13. 2 көтерсеңіз, 3 көтерсеңіз, бірінші орын боласыз. Ұйқылап, қайдасыңдар? Қабанбайдың ұрпақтары қайдасыңдар? Тұрғанда жігет. 4, 15. Соңына дейін. 15 болды. Тоқта. 15. Қарайсың, Алла разы болсын. Бәрекелді. Әзірге 2 рет 2 чемпион бар 15-15-тен. Соңғы 18-ші алымымыз Қарағанды облысынан келген Қарашолақ Азат. Қоян қолды дегені ортамызда Махаббаты Толағай. Айырықсың сұрау жоқ қанша еді? Ай болсаң 1, 2,